Билік дүнгенді емес, қазақты кінәлауда. Биліктің оппозициясы Әбіләзов та өз қазағына аузын ашпады. Оның жақтасы Жанна Бота деген біреу тіптен қазақтарды сыбап әлек. Әбіләзовтың тыншы деп айыптаған Дуванова да қазаққа националистің күйесін аямай жағып жатыр. Билік Әбіләзовты жек көреді. Әбіләзов Дувановты жек көреді. Әйтпесе, бұл адамдар билік, шын оппозиция, жалған оппозиция, интернационалистер, яғни 40 қылаудан құралған барлығы ең алғаш пікірлері бір жерден шықты. Бекерде бірін-бірі ит пен мысықтай көретіндер бұл жолы қалайша ақылдасып қойғандай ойлары бір жерден шықты. Қалайша барлығы бір дауыстан қазақты айыптады. Сіз байқадыңыз ба? Мен байқадым. Себебі барлығы орыс тілділер екен. Яғни өздері қазақ болуды қаламайды, және басқаның қазақ болғанын қаламайды. Осыдан қорытынды, билік болсын, оппозиция болсын, қазаққа тек қазақ тілдінің жаны ашитынын осы оқиғадан анық көрдік. Осыны ұмытпайық. Қордай қолдан жасаған провокация екені рас деп ойлаймын. Себебі өте жылдам оперативті ұйымдастырылды. Тіпті күніне 2 рет медиаға үнілетін біздің өзіміз естімей қалдық. Үйлер өртеніп жатыр дегенде бірақ естідік. Мұндай оперативті шараларды тек үкіметтің күш құрылымдары ғана ұйымдастыра алады. Яғни КМБ. Бірақ не үшін? Қандай мотив бар? Әбіләзовтың айтысына қарағанда Қытайдағы қазаққа көмектеспеу үшін дейді. Меніңше, бұл еш себеп емес. Мұны тіпті мотив деп айтуға да тұрмайды. Себеп басқада. Айсұлтанның жариялаған мәселесінде. Бұл қазақ халқын шокқа кіргізген бәрімдеме болатын. Бұл мәселе мәнге де өте ауыр тиген анық. Сол себептері осы мәселеден қазақ халқының назарын аудару мақсатында өрбіткен оқиға деп санаймын. Ол үшін үлкен оқиға немесе ұлттық қақтығыс қажет болуы мүмкін. Ал егер солай болғаны рас болса, онда бұл табысты операция болды да. Себебі Қордайдан кейін қазақ Айсұлтан шұғылдағанын ұмытып та үлгерді. Бұл тек менің өз ойым және шындыққа ең жақыны.